Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен көп емнің ішінде сіздерге қазақтың ежелгі дәстүріндегі емді айтқым келіп отыр. Адамның басына қорғасын құйып емдеуді. Оны қазақтар қорғасын құю бөлек, қорғасын құюды бөлек айтып жатады. Қорғасын құйып емдегенде көбінесе шошымалды болған ауруларда, жазылмай қойған ауруларда, сондай жағдайларда көп пайдаланылады. Қорғасын құю деген сөз адамның денесін жаңағы орыстарда босық құйып жатады. Біздің қазақтар қорғасын құяды. Суға қорғасынды кәдімгі дем салып тұрып құйған кезде жаңағы неше түрлі адамда тіл көз болатын болса пішіндер шығады. Неше түрлі жағдайлардан көрінетін неше түрлі жағдайлар болады. Мысалы, айтуға болмайды, жаңағы барлығы бірдей сол көз тигеннен болмаса біреудің біреуге зияндық істегеннен деп айта беруге де болмайды. Кешке, мысалы, кешке жақын жас баланы алып шыға саламыз. Болмаса кешке жақын жүре саламыз, түнде жүреміз. Түнде неше түрлі нәрселер жүреді. Жастарға көп түнде салқылдап жүре бермейтін дейтін сол ғой, үлкен кісілердің білетіндерін айтады. Сондықтан сондай жағдайда адамға жабысатын аурудан, кәдімгі дәрігерлік жолдан басқа адам түсінбейтін аурулар болады. Оған қорғасын құйып емдейді. Қорғасын құйып емдейді. Сол қорғасындан жаңағы бірнеше рет құяды. 1 рет құяды, 3 рет құяды, 5 рет, 7 рет құйып жатады. Бұл да бір ауруды емдеудің түрі. Бұған да мен сіздерге айтар едім, оған да сеніп істету керек. Қандай ауру болмасын, сеніп емделу керек болады. Сондықтан қазағымыздың қорғасын құйған ауруы ешқашан ескірмейді деп ойлаймын. Ол біздің үлкен кісілерден жалғасып келеткен дүние. Сондықтан ол қорғасын құйып емдеудің де өз тәсілі, өз жолы бар. Мысалы, қорыққан балаларға, қорыққан үлкен кісілерге, мысалы, аварияға түсіп қалады, басқа жағдай болады, шошынып қалады үлкен кісілердің өздері де. Сонда сүтке кәдімгі 7 тасты отқа қыздырып тұрып, сүтке басына ұстап тұрып, сүтті салып кеп жүрген кезде, болмаса алдына қойып тұрып, сүтке тасты, қып-қызыл тасты салып жүргенде, баж ете алғанда адамның бойындағы шошынған нәрсе шығып кетеді. Сол сияқты қорғасында сондай. Суға баж ете қалады, баж ете қалғанда адамның денесі тітіркенеді. Сонда адамның бойындағы дүниенің неше түрлі суреттері қорғасынға шығады. Бұл бар ем. Бұны жоққа шығаруға ешкімнің қақысы жоқ. Біздің қазақи емді жоққа шығаруға ешкімнің қақысы жоқ. Бұл қазіргі медицинамен тіптен қатар келе жатқан нәрсе. Кейде медицинада қанша емдесең де жазылмай қоятын аурулар болады. Сондай жағдайда осындай емдерді пайдаланған дұрыс деп есептеймін. Менің қазақи жолмен дәрігерлік жолды, батыстың, шығыстың жолын бәрін қатар алып жүретін ішінде қорғасын құю да бар. Сіздерге қорғасын құю туралы, қорғасын емі туралы айтып отырмын. Сондықтан бұған сенсеңіздер де сенесіздер, сенбесеңіздер де сенесіздер. Қорғасын құю қазақта бар ем, адамның бойын жеңілдететін ем. Осыны біле жүрсеңіздер деген. Біз айтпасақ, бұл ескі нәрселерді кім айтады? Кейінгі жастар біле бермейді. Сондықтан бұл ең болмаса ауыздан ауызға келе жатқан ем түрлерінің бірі. Осы емді сіздерге мен бүгін айтып кеткім келіп отыр. Сіздер көңілдеріңізге түйіп алсаңыздар екен деймін.